Қайтыс болған адамның байлығына кім мұрагер бола алады? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылып, көп пайдалы заң мәліметті ала аласыз. Адамның қайтыс болуы қайғылы жағдай болғанымен, одан кейінгі заңдық салдарында да ұмытпағанымыз жөн. Оның мүлкі, байлығы және қарыздары не болмақ? Өйткені заң осы мәселелерді шешу үшін 6 ай уақыт береді. Бұл уақыт тез арада өте шығуы да мүмкін. Сондықтан асыққаныңыз жөн. Қайтыс болған адамның мұрасы 2 жолмен басқаларға беріледі. Бірі өсиет бойынша, екіншісі заңды негізде. Өсиет негізінде мұраны тек туысқанға ғана емес, кез келген адамға беруге болады. Егер өсиет болмаса, онда қайтыс болған адамның мүлкіне мұрагерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген кезектілік негізінде белгіленеді. Бұл 7 кезектен тұрады. Егер бірінші кезектегі мұрагер болмаған жағдайда ғана, екінші кезектегі адамдар мұрагерлік құқыққа ие болады және әрі қарайда солай. Бірінші кезекке қайтыс болған адамның ата-анасы, балалары мен жұбайы жатады. Яғни, олар мұраны тең үлесте бөледі. Екінші кезекке туған не шешесі немесе әкесі бір аға-інілері мен апа қарындастары, атасы мен әжесі, нағашы атасы мен әжесі жатады. Үшінші кезекке әкесімен бірге туған ағалары мен апалары, нағашы ағалары мен нағашы апалары жатады. 4-ші, 5-ші, 6-ші кезекте туысқандық дәрежесі не байланысты алыс туыстары, ал 7-ші кезекте өгей әкесіне, не өгей шешесіне еріп келген аға-інілері мен апа қарындастары, өгей ұлдары, өгей қыздары, өгей әкесі және өгей шешесі жатады. Ендігі кезекте адам қайтыс болғаннан кейін, егер сіз мұрагер болсаңыз не істеу керек? Адам қайтыс болғаннан кейін, сіз әділет департаментінен адамның өлімі туралы куәлік алу керексіз. Осыдан кейін қайтыс болған адамның тіркелген мекен-жайы бойынша нотариусқа бару керек. Жақын адамыңыз қайтыс болғаннан кейін 6 ай ішінде нотариусқа барып, мұраға құқық туралы куәлік беру туралы өтініш жазу қажет. Өтінішке мына құжаттарды тіркеңіз. Қайтыс болу туралы куәліктің түпнұсқасы мен көшірмесі, мұра қалдырушы мен туыстық қатынастарын растайтын құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері, туу туралы, неке туралы куәлік және тағы басқалары. Мүлікке құқық белгілейтін құжат, сатып алу, сату, сыйға тарту шарты және тағы басқалары. Қайтыс болған адамның соңғы тұрғылықты жері туралы анықтама. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар, ауыртпалықтар және онымен жасалатын мәмілелері туралы анықтама. Оны соннан аласыз. Яғни, мүлік арестте не кепілде тұрғанын не тұрмағанын білесіз. Іс ашылған сәттен бастап 6 айдан кейін ғана барлық белгіленген кандидаттарға мұраға құқық туралы куәлік беріледі. Осы құжаттың негізінде мұраны қабылдаушылар мүлікке немесе ондағы үлеске меншік құқығын ресімдей алады. Сонымен қатар белгілі бір әрекеттерді орындау арқылы мұра қабылдау мүмкін және ол заңды болып саналады. Егер мұрагер мұрагерлік мүлікті басқаруға немесе иеленуге кіріссе, оны сақтауға жағдай жасаса, оны ұстау бойынша шығындардың өтесе, марқұмның қарызын төлесе. Бірақ осылардан кейін
бәрібір мүлікті заңды тіркеу үшін нотариусқа бару керек. Сонымен қатар, бір мұрагері ғана осындай әрекет жасаса да, басқа мұрагерлер өз үлесін ала алады. Қайтыс болған адамның баласы әлі дүниеге келмесе, мұрагер атана ала ма? Иә, заңға сай атана алады. Мәселен, бала адам қайтыс болғаннан кейін 5 айдан кейін дүниеге келсе, мұра бөлуде осы уақыт аралығын нотариус уақытша тоқтата тұрады. Кейін, бала дүниеге келгеннен кейін мұраны бөледі. Мұраны қабылдау міндетті ме, жоқ әлде бас тартуға бола ма? Егер заңды мұрагер болсаңыз, мұраны қабылдау не одан бас тарту сіздің конституциялық құқығыңыз бар. Бас тартуға заңмен рұқсат берілген. Мұраны қабылдау кезінде мүлкін ғана қабылдап, қарыздарынан не басқа міндеттемелерінен бас тартуға бола ма? Жоқ, мұраны мүлкімен және қарыздарымен бірге ғана қабылдай аласыз. Адам қайтыс болғаннан кейін 6 ай өтіп, мұрагер өз үлесін алуға кешігіп қалса, қалай болады? Бұл жағдайда мұрагер дәлелді себепті көрсеткенде ғана өз үлесін алады. Мерзімді қалпына келтіру арқылы сотқа жүгінуіңіз керек. Ал дәлелді себеп болмаса, заңды 6 ай өтті және мұрадан құр қаласыз. 7-ші кезектілік бойынша 6 ай ішінде мұрагер болмаса, мүлікке кім ие болады? Бұл жағдайда жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында іске қатысты ақпарат жариялағаннан кейін мұрагер табылмаса, мүлік акиматтың меншігіне көшеді. Осыған байланысты жоғарыда айтылған мәліметті ескере отырып, мұрагер атансаңыз заңды әрі дұрыс әрекет жасағаныңыз жөн. Егер кезектілік бойынша мұрагерлік басқа жақын адамыңыз болса, мұраға таласып, туысқанмен қарым-қатынас бұзудың қажеті жоқ. Ал егер кезектілік бойынша заңды мұрагер болсаңыз, уақытлы үлесіңізді алғаныңыз жөн. Егер заңды мұрагер болып, мүлде мұрадан бас тартсаңыз, басқа мұрагерлердің уақытын алмас үшін, оларға мұрадан бас тарту туралы құжат жасап бергеніңіз дұрыс. Сізбен бірге Таир Насханов адвокаты болды. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылыңыз.